Біз отбасымыз ғой. Сол үшін мен демалысқа ешкімді қосып апармаймын, деп ашуланды Айжан енесінің өтінішін естігенде. Айжан мен Ербол 5 жылдан бері некеде тұрады. Сол уақыт ішінде олар бір-біріне үйреніп, кемшіліктерін қабылдап, өмір сүре білді. Жұбайлар өз пәтерлерін алып, балалы болуды жоспарлап қойған. Бірақ бір ғана мәселе бар еді. Ерболдың атақты Бали аралдарына барып саяхаттау арманы. Ол әлі орындалмаған. Бала туылған соң қашан барып үлгереміз, белгісіз. Қазір барғың келсе, неге қазір шықпаймыз, деді әйелі Айжан. Ербол да оны қолдады. Бір аптадан кейін олар турфирмада қолайлы турды таңдап отырды. Біз жұбайыммен белсенді демалысты жақсы көреміз, деді Ербол. Шындығында бұл сен ғана джунгли мен тауларға шығып серуендеуді жақсы көресің. Ал маған тыныш таңғажайып спада демалуды, массаждардың болғанын ұнатамын, деп күлді Айжан. Онда сіздерге аралас тур ұсынуды жөн көрер едім. Жағажайда тынығып, джунгли мен вулкандық тауларға барасыздар, деді туроператор. Біз экскурсияны сол жерде сатып аламыз, деді Айжан. Мүмкін солай дұрыс болар, деп Ербол да келісті. Осылайша шешім қабылданғандарына қуанған жұбайлар жеріне қуанып кетті. Айжанның енесі Алтынкүл. Алтынкүл апа балалардың қайда баратынын естігенде қуана қолдады. Бали өте әдемі жер, барыңдар. Мен де барғым келеді, бірақ мама, сіз де бізбен жүріңіз, деп қуанды баласы Ербол. Бірақ келіні Айжан оны тоқтатты. Біз тек екеуміз баруымыз керек. Ешкімді қажет етпейміз, деді. Келесі күні Алтынкүл апа баласы Ерболға телефон соғып, Ербол, екеуің үшін керемет жаңалық. Мен сендерге сенімді серік тауып қойдым, деді. Ербол, сен білесің ғой Айман апаңды. Сол маған хабарласты. Оның қызы Гүлжан сендермен бірге барғысы келеді екен. Ол өзі биолог. Балиға бару оның да арманы. Бірақ досы жоқ, өзі бара алмайды. Мен де сендердің бірге барғыларың келетінін айттым, деді. Ерболға кім баратыны маңызды емес еді. Ол өз ойында джунгли мен вулкандарды бағындыруды елестетіп отырды. Айжан болса керісінше ашуланды. Қайдағы Гүлжан? Бізге ол неге керек? Біз не, топтық туризмбіз бе? Біз отбасы болып бара жатырмыз, ешкімді қоспаймыз, деп үзілді-кесілді жауап қайтарды. Онда анама айт, өзің түсіндір, деді Ербол. Айжан еш қысылмастан енесіне хабарласып жағдайды түсіндірді. Біз тек екеуміз барамыз. Жақсы қызым, мен мәжбүрлемеймін, бірақ Гүлжанды да тоқтатпаймын. Ол өмірде бақытты емес. Күйеуі де жоқ, балалары да, достары да жоқ. Ол жалғыз бақытсыз әйел. Мама, біздің де өз өміріміз бар, деп қысқа қайырды Айжан. Осылайша Ербол мен Айжан өздерін дайындап ұшуға шықты. Ұшар күнге дейін Ербол мен Айжан Алтынкүл апаның үйіне бармады. Айжан әдейі хабарласпай өз ренішін осылай білдірді. Ал Ербол жолға шығардың алдында апасына соғып кетуді жөн көрді. Үйге кіргенде қонақ болып, Айман апа мен Гүлжан отырған екен. Ербол, келгенің қандай жақсы болды балам, деді Айман апа бірден. Гүлжанымды жолда тастап кетпе. Ол тым тұйық, сұрақ қоюға да ұялады. Бали деген алыс жер ғой, оның үстіне тропик екен, бөгде ел. Мен қорқамын, деді. Ербол аң-таң болды. Айман апа, біз әлемнің шетіне кетіп бара жатқан жоқпыз. Ол жақта турист көп, таксиде бар, адамдар да жоғалып кетпейді. Сонда да сен еркексің ғой, бірдеңе болса Гүлжанға қарайласып жүрерсің. Бұл сөздер Ерболға бір түрлі естілді. Өйткені Гүлжан 40-қа таяп қалған, өзіне сенімді, әлсіз көрінбейтін әйел еді. Жарайды апа, мен қайтайын, жолға жиналу керек, деді де Ербол тез шығып кетті. Кешке Айжан осы ауыр әңгіменің күтіп тұрғанын бірден сезді. Сонда бұл оқымысты бәрібір бізбен бара ма? Деп бөлмені аралап жүріп ашуланды Айжан. Ол өз бетімен барады. Мен жолымыз бір емес деп айттым. Жақсы, билеттерді тапсыруға кеш қой енді. Екеуі чемодандарын алып әуежайға бет алды. Тіркеу залының алдында олар тағы да Гүлжан мен Айман апаны көрді. Айман апа Ерболды көре сала, ой Ерболжан, қандай жақсы кездестік. Гүлжанымның чемоданында ауыр. Көмектесе салшы, өзі нәзік қыз ғой, деді. Айжан бірден күйеуін қолынан ұстап, Айман апа, Ерболдың өз жүгі бар. Жүк тасушы адамдар бар ғой, деп тіркеудің ең алыс кезегіне барып тұрып алды. Ол арнайы 2 орындықты қатар сұрап, ешкімнің жанына отырып алмауын қадағалады. Гүлжан үлкен чемодандарымен жалғыз қалды. Айжан оны көріп тұрса да көмектесуге жол бермеді. Жалғыз барғысы келді ме, өзі тасысын енді, салқын жауап берді. Ербол үндемеді. Олар тіркеуден өтіп күту залында отырды. Айжан Гүлжанды мүлде байқамағандай отырды. Ал ұшаққа отырғызу басталғанда Гүлжан көзден тіпті жоғалып кетті.
Бали аралдарына қонғаннан кейін Айжан алдын ала такси шақырып қойған еді. Қалай жетсе солай жетсін, біз оған такси емеспіз, деді ол күйеуін қолтықтап алып. Қонақ үйге жеткен бойда тыныш демаламыз деген ойлары іске аспады. Ерболдың телефоны қайта-қайта шырылдай берді. Гүлжаным жетті ме? Сендер барсыңдар ма? Телефонын алмай жатыр, деп Айман апа уайымдап тұрды. Біз қонақ үйге келдік, деді Ербол қысқа ғана. Мүмкін әуежайға қайта барып көрерсіңдер? Айман апа, ол енді бала емес, мұнда бәрі бар, такси де қонақ үй де бар. Мен ұзақ жолдан шаршадым. Айман апаның дауысы көңілсіз шықты. Жарайды, кешір. Телефон өшкен соң Айжан күйеуіне суық қарап, бұл қашанға дейін жалғасады? Демалысты бастамай жатып бәрін бұзды. Ол жоғалып кеткендей болды. Қаласаң іздей бер, ал мен тамақ ішуге барам, деді. Асханада олар Гүлжанды көріп қалды. Ол көрші үстелде жалғыз отыр екен, түрі көңілсіз. Айжан әдейі басқа жаққа отырды. Түрімен ақ тәбетімізді қашырып болды, деді ол. Мүмкін жалғыз болған соң шығар. Мұнда бәрі жұп-жұбымен жүр ғой, деді Ербол. Онда неге келген? Мұндай жер жалғыздарға арналмаған. Айжан өз ашуының бәрі осы Гүлжанға бағытталған түсінді. Оның дәл осы қонақ үйге келіп қалғанының өзі ашуын келтіріп тұрды. Мен бассейнге кеттім, деді Айжан. Ал мен ше, өзің біл. Әрине, Ербол бірге барды. Ол Айжанның көңіл күйін одан сайын ушықтырғысы келмеді. Келесі күні таңертең Балида шуақты күн басталды. Айжан оянғанда көңіл күйі кешегіден әлде қайда жақсы еді. Бүгін не істейміз? Деп сұрады ол созылып. Ербол оған: бір жерге барып қайтса қалай? Біз 3-ші күн осындамыз. Ал мен жағажай мен бассейннен басқа ештеңе көрмедім, деді. Мен ешқайда барғым келмейді. Біз кеше ғана келдік қой. Ұшақта 9 сағат отырдық. Мен демалғым келеді. Бірақ біз Балиға бұл үшін ұшқан жоқпыз ғой. Мен үшін демалыс деген тыныштық, спа, массаж. Соған барайық, деді Айжан. Ербол үндемей келісті, бірақ іштей бұл демалыстың өзіне жат болып бара жатқанын сезді. Олар Гүлжанды тек таңғы ас кезінде ғана көрді. Ол сәлем беріп көзге түспей кетуге тырысты. Қуаныштарына қарай спа массажына ол бармады. Сол себепті Айжан мен Ербол бір күнге болсын тыныш демалды. Бірақ 3-ші күні Ербол шыдай алмай: Айжан, мен 3-ші күн Балидемін, ал көргенім бассейн, массаж. Біз дәл осындайды Алматыда немесе Түркиядағы кез келген қонақ үйден таба аламыз ғой. Мұнда су басқа, ауа да басқа. Иә, білем, бірақ мен джунглиді, вулкандарды, мұхитты көргім келеді. Міне, деді Айжан терезені нұсқап. Анау жақта мұхит. Жоқ, ол алыста. Оның үстіне тұман. Айжан шаны шықсын қойып, күйеуіне тік қарады. Сен менен не қалайсың? Экскурсияға барғың келе ме? Жарайды. Олар экскурсия сататын жерге барды. Бізде джиппен джунглиге, вулканға баратын турлар бар. 8 сағат жол. Жоқ, деді Айжан бірден. Мен сол темір қорапта 8 сағат селкілдеп отыра алмаймын. Ол джип емес, бір жүк көлігі сияқты, деді. Онда ит фермасына баруға болады. Ыңғайлы автобус, қысқа жол. Қандай ферма? Мен иттерді ұнатпаймын. Ал мен ұнатам. Онда тікұшақпен ұшып көріңіздер, деді менеджер. Мен барамын, деді Ербол тағы да бірден. Ал мен жоқ, бармаймын. Мен ұшудан қорқамын. Басым айналады. Ербол қабағын түйді. Сонда біз осы жерде отырып аламыз ба? Бізде басқа келісім болған. Жарайды, сен бара бер, маған бәрібір қызық емес, деді Айжан. Ербол бір күн тағы бөлмеде отырды да түсінді. Бұлай жалғаса берсе демалыс та арманы да босқа өтеді. Мен ертең джунгли мен мұхитқа тур аламын, деді ол кешке. Қаласаң бірге жүр. Қаламасаң бір күн бөлек демалайық. Егер менен шаршасаң, жолың ашық, деді Айжан ренжігендей болып. Бірақ Ербол бұл сөздеріне сенбеді. Егер ол бармаса, бұл демалыста, олардың ара қатынасы да дәл осы жерде туралап қалатын сияқты сезді. Осылайша ол турға жазылды. Қалай болғаны белгісіз, бірақ Гүлжан да сол топта болып шықты. Айжан мұны джипке отырғызу кезінде көрді. Гүлжан дәл Ербол отырған көлікке отырды. Демек, бәрін алдын ала келісіп қойған. Менің сыртымнан, деп ойлады Айжан. Неге екенін өзі де түсінбеді, бірақ дәл осы әйелді өзінің қарсыласындай көре бастады. Ішкі бір түйсік оған тыныштық бермеді, және бұл түйсік бекер емес еді. Кешке жолаушылар бірге қайтты. Ерболдың көзі жанып тұрды. Керемет болды, мұхит, джунгли, сарқырама. Нағыз Бали дерсің, деді ол. Тіпті Гүлжанды кешкі асқа шақырды. Айжан үндемей орнынан тұрды да нөмерге кетіп қалды. Жолдасыңды қуып бармайсың ба? Деп сұрады Гүлжан. Жоқ, мен ашпын. Ал ол соңғы кезде біртүрлі ашулы, деді Ербол. Олар тыныш қана ас ішті.
Сол күннен бастап Айжан Ерболмен сөйлеспей қойды. Оны мүлде жоқ адамдай көрді, жауап бермеді, бірге жүрмеді. Тіпті бір кісілік нөмерге ауысқысы келді, бірақ орын болмады. Ербол татуласуға тырысты, бірақ кейін қолын бір-ақ сілтеді. Нәтижесінде ол демалысың соңына дейін экскурсия тобымен бірге жүрді. Ал Айжан спада демалып жүріп, әйелсіз келген бір топ ер адаммен танысты. Солардың бірі Тимур. Айжанға ерекше көңіл бөле бастады. Оны Айжанның жүзігін де, жалғыз емес екені де тоқтата алмады. Тимур өзін еркін ұстайтын, сөзі орнықты, көзқарасы сенімді жігіт еді. Ол Айжанмен асықпай сөйлесіп, артық қимылсыз-ақ әсер қалдыра білді. Айжан мұны бірден байқады. Жолдасыңыз экскурсияға кетті ме? Деп сұрады Тимур жай ғана. Иә, ол әрдайым сондай өз қызығушылығын бәрінен жоғары қояды, деді Айжан, иығын қиқаң еткізіп. Бұл сөздерді айтқанда өзі де таңғалды. Бұрын ешқашан күйеуі туралы бөгде адамға бұлай айтпаған еді. Келесі күндері Айжан мен Тимур спада, қонақ үй аумағында жиі жолығып жүрді. Әңгімелері жеңіл басталып біртіндеп тереңдей түсті. Тимур оның әр сөзін тыңдап, түсінгендей бас изейтін. Айжанға да дәл осы жетіспей жүргендей көрінді. Ал Ербол болса, күннен күнге қонақ үйге кеш оралатын болды. Ол шаршаған, бірақ қанағаттанбаған күйде келетін, көзі жанып, көрген білгенін айтып бергісі келетін. Алайда Айжан үнсіз ғана тыңдап жауап қатпайтын. Бір кеште Ербол нөмерге кіргенде, Айжан балконда телефонмен сөйлесіп тұр екен. Дауысы жұмсақ, тіпті жылы шықты. Ербол мұндай үнді соңғы кезде өзіне арнамағанын сезді. Кіммен сөйлессің? Деп сұрады. Ешкіммен, деп Айжан қысқа ғана. Сол сәттен бастап Ерболдың ішінде бір күдік пайда болды. Бірақ ол оны өзіне мойындағысы келмеді. Келесі күні кешке Айжан кеш қасқа түспеді. Ербол оны спадан, жағажайдан таба алмады. Тек кешкісін ғана хабарламай келді. Кешкі асқа шықпаймын, шаршадым. Ал сол уақытта Айжан Тимурмен қонақ үйден тыс шағын кафеде отырған еді. Мұхиттың шуылы естіліп тұр. Айжан өзін еркін сезінді. Тіпті тым еркін. Кейде адам бәрін тастап жаңа өмір бастағысы келеді, деді Тимур. Айжан жауап бермеді. Бірақ оның үнсіздігі келісімге ұқсап тұрды. Дәл сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Бұл жай ғана ренжіту ойын емес еді. Бұл әлдеқайда қауіпті жолға апара жатқан. Ал Ербол болса нөмірде жалғыз отырды. Ол алғаш рет баледе өзін бөтен сезінді. Алда болатын жағдайларды олардың ешқайсысы елестете алған жоқ. Келесі күн Ербол үшін тым ұзақ басталды. Таңғы асқа Айжан тағы да түспеді, телефон да көтермеді. Бұрын соңды болмаған жағдай. Ол қонақ үй ауласын аралап шықты. Спа жағына барды, бірақ Айжан көрінбеді. Сол сәтте Ерболдың ішінде бір ауыр ой қылаң берді. Ол шынымен шаршап жүр ме? Әлде әдейі мені айналып өте бастады ма? Кешке қарай Ербол қонақ үйде барында отырды. Қолында салқын сусын, бірақ ойы басқа жақта. Дәл сол кезде кіреберістен Айжан көрінді, оның жанында Тимур. Айжан күлді. Ербол бұл күлкіні жақсы көретін, бірақ қазір ол күлкі бөтен сияқты көрінді. Ербол орнынан тұрмады, тек қарап отырды. Айжан да оны көріп, көздері түйісіп қалды. Бір сәтке екеуі де тоқтап қалғандай болды. Айжан көзін бірінші тайдырды. Айжан, деді Ербол, бірақ даусы шықпады. Айжан мен Тимур басқа үстелге отырды. Олар бір-біріне еңкейіп сөйлесіп отырды. Тимур бірдеңе айтып күлді. Айжан басын сәл еңкейтіп тыңдады. Ербол орнында отыра алмады. Баяу барып олардың жанына тоқтады. Айжан сөйлесу керек, деді ол сабыр сақтауға тырысып. Айжан басын көтерді, даусы салқын шықты. Қазір емес, кейін, уақытым жоқ, деді Айжан. Мен сенің күйеуіңмін. Ал мен демалыстамын, деді Айжан. Тимур орындықты сәл қозғалтып, жағдайды жұмсартқысы келгендей сөйледі. Егер керек болса мен кетейін, деді. Жоқ, деді Айжан бірден. Біз әңгімемізді аяқтаған жоқпыз. Бұл сөз Ерболға ауыр тиді. Ол ештеңе деместен кері бұрылып кетті. Сол түні Айжан нөмірге кеш келді. Ербол ояу жатты. Бізге сөйлесу керек, деді Ербол. Қазір емес. Жоқ, дәл қазір, деді Ербол алғаш рет дауысын көтеріп.
Айжан тоқтады. Терезеге қарап тұрды да терең дем алды. Сен мені тыңдамадың, Ербол. 5 жыл бойы. Барлығы сенің қалауыңмен болды. Бұл демалыста солай. Ербол не айтарын білмей, мен тек бірге болғым келді. Айжан үнсіз қалды. Тимурмен не байланысың бар? Деп сұрады Ербол тікелей. Айжан бұрылып қарады. Әзірге ештеңе, бірақ ол мені адам сияқты тыңдайды деді. Бұл жауап бәрінен де ауыр тиді. Ербол ештеңе демеді, тек диванға отырып қалды. Келесі күні олар күндерін бөлек өткізді. Ербол экскурсияға бармады. Айжан спаға түспеді. Әрқайсысы өз ойымен арпалысты. Кешке Айжан Тимурдан хабарлама алды. Бүгін кетемін, бірақ кетпей тұрып сені көргім келеді. Айжан ұзақ қарап отырды, жауап жазбады. Бірақ жарты сағаттан кейін қонақ үйден шығып кетті. Олар жағажайда кездесті. Күн батып бара жатты. Мен кетіп барамын, деді Тимур. Бірақ сенің көздеріңде бір шешім көріп тұрмын, деді. Мен өзімнен қашып жүрмін, деді Айжан жай ғана. Кейде қашу жаңа бастама, деп қолдады Тимур. Осы кезде Айжанның телефоны дір етті. Ербол хабарлама жіберді. Айжан, апа ауырып қалды, бізге ертерек қайту керек. Айжанның жүрегі су ете қалды. Барлығы бір сәтте өзгерді. Ол Тимурға қарады. Мен кетуім керек. Мен сені күтпеймін, деді Тимур. Бірақ есіңде болсын, сен жалғыз емессің. Айжан артына бұрылған жоқ. Ал Ербол нөмірде отырды. Ол апаның жағдайын ойлап емес, әйелі қайтып келе ме, келмей ме, соны күтіп отырды. Бұл демалыс олардың өмірін түбегейлі өзгертуге жақын еді. Айжан бөлмеге қайтып келгенде Ербол төсекте отыр екен. Көзі ұйқы көрмегендей қызарып кетіпті. Апаның жағдайы қалай, деп сұрады Айжан бірден. Қазір тұрақты, бірақ дәрігерлер бақылауда ұстау керек, деді. Біз ертең ұшамыз. Айжан үнсіз басын изеді. Сол сәтте Бали оған бөтен болып көрінді. Кеше ғана бәрі маңызды сияқты, ал қазір бәрі бос. Түн тыныш өтті, бірақ бұл тыныштық екеуіне де ауыр тиді. Таң атқанда олар ештеңе деместен жиналды. Әуежайға бара жатқан жолда Ербол кенет сөйледі. Егер сен Тимурмен кеткің келсе, мен сені тоқтатпаймын. Айжан оған таңғалып қарады. Сен не айтып тұрсың? Мен бәрін көрдім, Айжан. Бірақ ең ауыры, сені жоғалтып бара жатқанымды кеш түсінгенім. Айжан терезеге қарады. Көздері жасқа толып тұр. Мен кеткім келмеді. Мен тек байқалғым келді. Ал мен сені бар деп ойламаппын, деді Ербол. Ұшаққа отырған кезде Айжан соңғы рет телефон тексерді. Тимурдан хабарлама келген екен. Мен кеттім, бірақ сенің шешіміңе құрметпен қараймын, деп жазыпты. Айжан жауап жазбады. Телефонын өшірді. Қазақстанға оралған соң апаның жағдайы біртіндеп жақсарды. Айжан күнде ауруханаға барып жүрді. Сол күндері ол көп ойланды. Бір кеште Айжан апаның қасында отырып, апа, мен дұрыс адаммын ба өзі, деп сұрады ол кенеттен. Алтынгүл апа оның қолын қысып, дұрыс адам деген болмайды қызым, дұрыс таңдау болады. Ал таңдау әрқашан ауыр. Айжан сол түні ұзақ ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатып, ойына қайта-қайта бір сұрақ орала берді. Адам бақытты өзі бұза ма, әлде уақытты сынай ма? Ербол ояу еді. Бірақ ол бұл жолы үнсіз қалды. Себебі кейде сөз емес, сабыр ғана керек. Бали аралдары олар үшін демалыс емес екен. Бали шындық болған. Онда бәрі ашылды. Реніште, қызғанышта, айтылмаған сөздерде. Айжан бір сәтке Тимурды ойлады. Ол еш уәде бермеді, бірақ ештеңе талап та етпеді. Ал Ербол қасында қалды. Дауыс көтермей, айыптамай, жай ғана қалды. Кейде махаббат кету емес, махаббат қалу. Таң атқанда Айжан терезені ашты. Қала оянып жатыр еді. Ал оның ішінде бір нәрсе орнына түскендей болды. Біз бәрін түзете аламыз ба, деді ол сыбырлап. Егер екеуміз де қаласақ, иә, әрине, деді Ербол. Бұл әңгіменің соң емес, бұл бастамасы. Өйткені нағыз махаббат алыс елдерде емес, қымбат сыйлықта емес, тіпті басқа біреудің назарында да емес. Нағыз махаббат қателескен соң да бір-біріңді таңдауда. Ал сіз ше, қалуды таңдар ма едіңіз, әлде кетуді ме? Әңгіме ұнаса, арнаға жазылып, лайк басыңыздар.